Жүзімнің жаралуы. Қиса сүл әнбия жинағынан. Ібіліс кемеге мінген соң әркімді азғырып, бүлік шығарып жүрді. Бірде ол қорапта жатқан жүзім ұрығын ұрлап алды. Нұх іздесе, жүзімнің дәні орнында жоқ. Хайуандардан сұраса, ешқайсысы көрмеген. Ол: «Әй ібіліс, жүзімнің дәнегін алған сен бе?» деп сұрады. «Жоға, оны қайтет дейсің? Жүзімді торғай жеп отырған», деп өтірікті соғып жіберді. Барлық хайуан торғайға жабылды. Бейшара торғай шыр-шыр етіп, жаны қалмай ақталды. Оны ешкім тыңдамады. Торғайдай жаны қалмай шырылдады деген сөз содан қалыпты. Нақақтан нақақ жалалы болғанына ызаланған торғай булығып, жылап жіберді. Нұх оған сенді. У-шу басылды. Көз жасын көрген соң жануарлар да райынан қайтты. Нұх ібіліске: «Ей малғын, бір бәле келсе сенен ғана келеді. Дәнекті қайтар, әйтпесе жағдайың қиын болады», деді. Ібіліс: «Берем, бірақ шартым бар». «Айт шартыңды». «Ертең жүзім қайта егілгенде маған 3 рет суғаруға рұқсат ет». «Жоқ десең, жұтып қоя саламын», деп қорқытты. «Рұқсат», деді Нұх. Ібіліс ұрықты қайтарды. Су басылып, жер құрғап, жүзім егілетін күн туды. Нұх ібілістің алдын орап, жүзімді пештегі Рәнж-Бәбіл және Сәл-Сәбіл өзендерінің суымен 2 рет суарды. Кезек ібіліске тигенде ол: бірінші, түлкінің кіші дәретіне, екіншіде иттің, үшіншіде шошқаның дәретіне, өзінің дәретін қосып 3 рет суғарды. Нұх бірінші Сәл-Сәбіл бұлағымен суғарғасын, жүзімге дәмді шырын бітті. Рәнж-Бәбіл бұлағымен суғарғасын кепкен кезде мейізге айналды. Ібілістің қолы тигесін жүзім жемісі сәл ашса мас қылатын шарапқа өзгерді. Шарапты ішкен кісі түлкіге ұқсап жәдігөйленеді екен. Көп ішсе итке ұқсап ырылдасып шайнаса бастайды. Есінен танып ішсе шошқа сияқты батпақта аунап жата береді. Нұх пайғамбар жүзімді бірінші боп суғарғасын, оның жемісі алдымен адал боп пісті. Шырыны ашса арам суға айналды. Пейіштің суы тигесін жүзімге ерекше қасиет бітіпті. Егер кімнің үйінде мейіз болса, сол үйде періштелер жүреді деген сөз Нұх пайғамбардан қалыпты.